Айсұлтан балам, бұл үзеңгі ат әбзелдерінің ер-тұрманның бір бөлігі саналынады. Атты ерттеген кезде жылқы малы, ер-тұрман да ер саламыз, иә? Осы ердің бір бөлігі үзеңгі болып саналады. Үзеңгімен біздің ата-бабаларымыз тіпті мынаумен аналауға да болады екен. Ана үзеңгіні шешіп алып, жаңағы жабайы жыртқыштарды ұрып алуға болады. Сондықтан да үзеңгі дегеніміз бұл қазақ халқы үшін өте қастерлі зат болып саналады. Әке, мынау не? Әлихан балам, бұл қамшы деп аталады. Мына ағашты білесіңдер ме? Аты қандай ағашты? Неден жасалынады деп ойлайсыңдар? Қайын емес, қарағаш емес, басқа ағаш емес, бұл тобылғы деген ағаш бар. Бұл тобылғы деген ағаш өте киелі, қасиетті ағаш болып есептелінеді біз үшін, қазақ халқы үшін. Осы тобылғыны кесіп алып, дүзумен, әдемісінен кесіп алып, біздің аталарымыз не жасайды? Қамшы жасаған. Ал енді әдемілеп қамшыны шашақтайды, өреді. Бұны қайыстан жасайды, әдемілеп. Осыны біздің ата-бабаларымыз сонау баяғы заманнан бері ұстап келеді. Бұл қамшы болмаса атқа мінген кезде ат жүрмейді балалар. Қамшымен біз қайтеміз? Ұрып, жаңағы чу-чу деп болса, қамшымен қайтеді, тез-тез жүріп кетеді. Сондықтан да қамшы да үзеңгі де қазақ халқы үшін. Мына тұрған ер-тұрман, өмілдірік дейді, құйысқан дейді Әлихан. Осының барлығы біздің қазақтың ата салт дәстүрі, мәдениеті. Осыны сендер жаттап біліп жүру керек. Үзеңгі дегеніміз не, қамшы дегеніміз не, ер-тұрман дегеніміз не. Жарай ма? Ал енді ноқта деген болады. Ноқтаны білесіңдер ме? Кішкентай құлынның басына ноқта тігіп қоямыз, әдемілеп. Жылқының басына ноқта қойып қоямыз. Жаңағы жүгеннен бөлек. Жүген дегеніміз не? Жүген дегеніміз жаңа жылқы малының басына кигізетін жаңағы ат әбзелдерінің бірі. Айыр деген, құйысқан деген бар. Мұны балалар осыны біліп жүріңдер балалар. Түсінікті ме?